досымыз, бауырымыз. Ал енді бірақ осы адам баласының бұл өмірдегі ең бір жақын өзіне жолдасы болады екен. Ең жақын жолдасы адамның өзінің иманы екен, өзіне жақын жолдасы болады. Ассалаумағалейкум бәріңізге де. Мынаны бүгінгі Наурыз мейрамы деп жинап жатқан бәріміз себебін айттым жаңа. Бір-бірімізбен танысу, табысу, жоғалып кеткен ағайындарды бір-бірімізге жақындату. Мынау енді осы биыл марттың 25-інде тарақтар отырысында мені рубасы деп алматын, рубасы деп сайлады. Оған сіздерге көп-көп рахмет. Сіздердің жаңағы мені қолдағандарыңызды ұмытпаймын. Сол жерде жұмысымды көрсетемін деп ойлаймын. Тарақты азаматтарына көптен көп рахмет. Артымыздағы ұрпаққа осының бәрі үлгі болсын. Солар үйреніп осындай ұзағынан сүйіндірсін. Мен жаңа Түркістанда ақсақалымыз айтты ғой мешіт туралы, сол сияқты біздің жаңа айттым ғой Байғозы батыр біздің Жарқадан 80 шақырым жерде жатыр. Тұяқ шешен 60 шақырым жерде жатыр. Еркебұлан батыр 140 шақырым жерде жатыр. Сағал Сапақ 7 шақырым жерде жатыр. Ақселеу Сейдімбек ағамыз 3 шақырым жерде жатыр. Сол Жаңарқа қасымызда Алғадыр, ар жағымызда Қарағандының тарақтылары осы бейіттердің басына жылда өзі еңбектердің үлесін көрсетіп, абаттандыруға атсалысып жүреді. Бұл тарақтардың ынтымағын шақырып отыр, бірлігін шақырып отыр. Осынау біраз жылдан бері кішкентай қараусыз қалып еді, әртүрлі себептермен. Сол себептен сіздердің алдарыңызда, орталарыңызда тұрып сөйлеп тұрған мен қуаныштымын. Басын деймін, айналайын, бауырлар. Біздің ынтымағымыз ешқашан жараспасын, айналайын. Осы жерде отырғаны қанша көке, аға, аталарым отыр, апаларым отыр, апа. Бәрімізге апа, тарақты деген кезде апа, бәріміз бір жұдырықтай жұмылып, тек алға басымызды көтеріп жүрейік. Осы биыл мен Астанаға барған кезде, осы жерде Гүлжан деген біздің өте 2005-тен жүрген бір қарындасымыз бар, айтып кетейін, қарындасымыз бар. Сол Астанада сөйлеген кезде айтты ғой, Мұсаға деді, осы қанша жыл болды. Тарақты десек, басымызды көтере алмай қалдық, басқа жолға қарағанда деп. Міне, бұл сәтте келді ғой деп, 2 декабрь күні былтыр құрылтай болды Астанада. Сол кезде сіздер сияқты апаларымыз, аталарымыз бәрі келді. Сол кезде баталарын берді. Міне енді Алматының төрінде отырмыз, Құда қаласа. Тарақтылардың ынтымағы жалғаса берсін, жарай берсін. Аумин.